сабағымызға деген? Тамаша! Жарайсыздар. Ал енді осы тамаша екен көңіл күйдерің соны бір ауыз сөзбенен дәлелдеңдерші. Бүгінгі күн терезеден бізге міне қарап тұр. Сондай жақсы көңіл күймен басталады бұл сабақ. Ай, жарайсыңдар, рахмет. Бүгінгі біздің сабағымыз Нұрдәулет Ақыштың нағыз әже қайда тақырыбын, яғни сабағымызды қорытындылау. Сабағымыздың мақсаты әдеби шығармадағы екі нәрсені суреттеу арқылы қарама-қарсы суреттерді табу. Ал балалар үй тапсырмасын миға шабуыл әдісі арқылы жүргіземіз. Ұршық пен кимешек тобына сұрақтар қойылады. Айя мен Райханның түсінігі бойынша нағыз әже қандай болу керек еді? Ал кимешек тобы Анел айтады. Айя мен Райханның түсінігі бойынша нағыз әже ертегі айта алатын, аяғында мәсісі бар және басында орамалы бар әже болу керек. Жарайсың, өте тамаша. Не себепті олар әжені көруді армандады? Ұршық тобы, Жана? Нағыз әжені көргісі келген себебі ертегі тыңдағысы келді, және де нағыз әжені көргісі келді. Жарайсың. Қалай ойлайсыңдар балалар? Қыздар нағыз әжені көре алды ма? Асылай? Олар нағыз әжені көрген жоқ, бірақ естіп білді. Жарайсың. Не себепті жазушы әңгімені нағыз әже қайда деп атады? Қалай ойлайсыңдар? Ал ұршық тобы Жан? Себебі қазіргі заманда нағыз әже жоқ. Сол себепті жазушы әңгіменің тақырыбын нағыз әже қайда деп қойды. Ал балалар, қазір сендер постермен жұмыс жүргізесіңдер. Кимешек тобына бұрынғы әжелерді салыстыра отырып суреттеп образын ашасыңдар. Ал екінші тобымыз кимешек тобы қазіргі әжелер мен бұрынғы әжелерді суреттеу, қарама-қарсы суреттерді табасыздар және олардың образын ашу. Алыңыздар алдарыңыздағы постермен жұмыс. Дайынбыз ба? Дайын болсақ, кимешек тобы шыға қойды. Қазіргі заманауи әжелер. Қазіргі заманауи әжелер ертегі айтпайтын, басында орамал жоқ, немере бақпайтын әже. Қазіргі біздің тақырыбымыз бұрынғы заманның әжелері. Бұрынғы заманның әжелері мейірімді болған, құлағанда демейтін, демеуші, жарқын, немере бағатын, ертегі білетін, мәсі киетін, ертегі айта алатын, кимешек киетін, мәсі киетін, қамқор, бұрынғы әжелер осындай болған. Керемет, өте тамаша жауап берді. Отыра қойыңдар. Балалар, қазір біздің суреттік сөйлеу әдісі бойынша мына тақтада қандай суреттерді көріп тұрсыздар? Нені бейнелеп тұр? Сол жайында айтып жіберейін. Бұрынғы әжелер басына орамалы бар, немере бағатын, ертегі айтатын әжелер. Жарайсың, отыра қой. Бүгінгі сабағымызды қорытындай келе балалар, фило әдісі арқылы сабақты қорытындап, не үйрендік, не білдік, осы мына қазір жеміс-жидек арқылы суреттер бар, сол арқылы жауап берсеңіздер болады. Кім шығады екі топтан? Ұршық немесе кимешек тобынан? Ал Айгерім? Сіз жазушы болсаңыз, әңгімені қалай аяқтар едіңіз? Өз ойыңызды бір ауыз сөзбен аяқтаңыз. Бір ауыз сөзбен аяқтап жетіңіз. Мен жазушы болсам, Айя мен Райханды ауылға апарып, нағыз әжені көрсетер едім. Нағыз әжелер ауылда болады. Жарайсың, керемет. Ал ұршық тобына кім жауап береді? Нұрғаным. Қазіргі уақытта нағыз әжелерді көре аламыз ба? Қазіргі уақытта нағыз әжелерді көре алмаймыз. Өйткені ертегі айтатын, немере қарайтын әжелер жоқ. Өте жақсы, тамаша. Енді ұршық тобынан кім шығады? Оташ, ұшыршы. Ал қазір кім шығады? Ұршық тобынан
Бейбарыс. Шығармадағы әжем қандай? Шығармадағы әжем басына орамал тақпайтын, нәрсе кимейтін, ертек білмейтін әже. Жарайсың, тамаша. Ал енді ұршық тобына соңғы сұрағымыз. Кім бір ауыз сөзбен аяқтай алады? Ал Жұматай Айжан. Нағыз әжені қандай жағдайда көруге болады? Қандай жағдайда көруге болады екен? Нағыз әжені қиналған жағдайда көруге болады. Өте тамаша, жарайсыңдар. Балалар, бүгінгі сабағымызды қорытындылай келе, бәріміздің әжеміз бар ғой, сол өздерінің сүйікті әжелеріне, жақсы көретін әжелеріне шығарып алған өлеңдерің бар ма, шығарған өлеңдерің? Кім айтады кәні? Ал Нұрғаным. Әже туралы тапқан. Әжем ұйықтар алдында ертегі айтып береді. Еркелеп ойнап жатқанда ылғи ұйқым келеді. Әжем отырып ойылап, басы ауыра береді. Шай ішпесе қойылап. Өте тамаша. Ал Асылай. Әжем менің Асылжан жақсылыққа үйретіп, жамандықтан шеттейді, әжеме ешкім жетпейді. Керемет. Ал Ақжан. Әже менің әлі ұқсамайды кәріге, шай қайнатып береді изегінің бәріне. Ақжан, тамаша жаттап келіпсің ғой. Жанна. Аялап бізді өсірген, еркені қысқан, кешірген, бар тәттісін жегізген әжелерге рахмет. Жарайсың, өте жақсы. Анел. Әжем менің жан әжем, ақыл білім үйреткен, аппақ әжем, жан әжем тербететін мейіріммен. Аман болсын ақ әжем, жүзге жетсін жасыңыз, ағармасын шашыңыз. Керемет, өте жақсы, тамаша. Ал Арслан. Әжем менің осындай жер айтып беретін, әжем менің осындай өлең айтып беретін. Керемет, Қарақат. Өлең оқып үйреткен, ұстазыма ұқсаған мен әжемді ұнатам. Жақсы. Жұматай Айжан. Мейірімі жер жібек күнде ыстық құшағы, ет жүрегі елжіреп құлыным деп құшады. Жан жуытпай маңына ас сақтайды кәрі жем, бес ақ келсем артына биік дейді дәрежем. Рахмет, Саят. Ақшашты көрін оқыс мұңайынан, байқадың терең әжім маңдайынан. Жәудір жас балаша жаутаңдайсың, серілет шашаған апау жанарынан. Өлең айтып беремін, үлкен болып өскенде бәрін алып беремін. Өте жақсы, тамаша, керемет. Кимешек тобынан Бейбарыс. Әжем өрнек береді, сырмақ отырып, ойылап басы ауыра береді, шай ішпесе қойылды. Жарайсың. Ал Наби. Әжем менің жан әжем, ақыл білім үйреткен, аппақ әжем, жан әжем тербететін мейіріммен. Жарайсың, тіпті жаттап алыпты. Өте жақсы, керемет. Бүгінгі сабағымызға белсене қатысқандарға көп алғысымды білдіремін. Қане балалар, бүгінгі сабағымызды топ басшылары бағалап жіберіңіздерші. Ал жаңа ұршық тобы. Бүгінгі сабақта кимешек тобы өте белсенді қатысты. Керемет, ары қарай. Кимешек тобы. Топ басшылары. Маған ұршық тобындағы оқушылардың айтқан жауаптары өте ұнады. Әсіресе Ақжан мен Аяжанның жауаптары маған қатты ұнады. Жарайсың. Жарайсыңдар. Жарайсыңдар балалар. Бүгінгі сабақта не үйрендік, не білдік, сол жайында осы білім ағашына білгендеріңді кері байланыс арқылы білулеріңізді сұрамын. Кимешек тобы мына білім ағашына, ұршық тобы мына білім ағашына. Кері байланысты беріп жүрсеңіздер. Ұршық тобы мына бетке, кимешек тобы мына бетке. Ал, шыға беріңіздер. Tamam, şaballar, oturamıyorlar.
ақыштың нағыз әже тақырыбының әңгімесін жақсы түсініп, белсене қатысқандары үшін көп алғысымды білдіремін. Енді үйге тапсырманы. Нағыз әже қайда тақырыбындағы менің әжем туралы кішкене ой толғау жазып келесіздер.